Қайырлы күн, қымбатты менің оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен дәрігер Гүлжауһар Маратбекқызы. Бүгін әдеттегідей сіздердің қойған сұрақтарыңыздың біріне жауап бергім келіп отыр. Ол неге менің балам жиі ауыра береді деген сұрақ. Жалпы біздің қоршаған ортада түрлі инфекциялар бар, солар ауруды туындатады. Алла тағаланың сондай құдіреті күшті, біздің көзімізге ол микробтарды көрсетпей қойған. Қаншама вирустар бар, бактериялар бар, саңырауқұлақтар бар. Ал егер де сіз тұрып жатқан жерге қандай да бір микроскопты алып келіп, әр нәрсені зерттейтін болса, онда сан мыңдаған микроб бар екеніне көзіңіз жеткізесіз. Алайда неге бала сол микробтар бола тұра ауырмайды деген сұраққа келетін болсақ, себебі уже ол балада ол микробтарға қарсы иммунитет қалыптасқан. Енді қараңыз, сіз балаңызбен үйде отырсыз, ешқайда бармайсыз, арасында ғана далаға шығарып келесіз. Үйде ешкім ауырмайды. Неге онда сіздің балаңыз кенеттен ауырып қалды деген сұраққа келетін болсақ, папасы жұмысқа барып келетін болуы мүмкін, оның алдындағы тәтесі, ағасы сабаққа барып келетін болуы мүмкін, садикке баруы мүмкін. Осылардың барлығы инфекцияны тасымалдаушылар ретінде өздерімен белгілі бір сіздің үйдегі балаңыз танымайтын инфекцияны өздерімен үйге алып келеді. Содан кейін не істейді? Ол инфекция мына баланың организмі екеуі бір-бірін танымайды. Баланың организмі айтады: "О, жаңадан инфекция келді, тез ақпарат таратыңдар, біз оған қарсы әскер құрайық" дейді да. Тук-тук-тук-тук-тук-тук деп организмде уже иммунитет, сол новый келген инфекцияға қарсы иммунитет қалыптаса бастайды. Осы иммунитетті қалыптастыру кезеңінде баланың организмінде температура көтеріледі, себебі жаңадан келген инфекцияны өлтірмекші болады олар. Одан кейін мұрнынан су ағады, суды ағызу арқылы мынау мұрнынан келіп былай тыныс алу арқылы кірген инфекцияны сумен сыртқа шығарғысы келеді, тоже ол қорғаныш реакциясы болып саналады. Одан кейін жөтеледі, организмге түскен инфекцияны не істейді? Организм жөтелу арқылы сыртқа шығарып тастағысы келеді. Осылайша организмде түрлі қорғаныш реакциялары жүріп, келген инфекцияға қарсы иммунитет түзіле бастайды. Белгілі бір уақыттан кейін иммунитет түзіліп болған соң, әскерлер дайын болған соң, барлығы жаппай инфекцияға қарсы әсер көрсетіп, оны өлтіреді де, кейін балаңыз нормально болып жазылады. Жалпы организмде процесс осылай жүреді. Ал егер де осы кезеңде біз балаға дұрыс, осы организмде әскерлер түзіліп жатқан кезеңде балаға дұрыс қарамайтын болсақ, оған қосымша сырттан көмек көрсетпейтін болсақ, онда организм жеңіліп қалуы мүмкін, керісінше ана инфекция жеңіп, түрлі ауыр асқынуларға алып келуі мүмкін. Сол себепті бірінші айтатыным, егер де балаңыз ауырып жатса, "Ой, мынау неге ауырды, осылай ауыра береді" деп ашуланып, паникаға салынғанша, одан да бірінші ескеретін нәрсеңіз ол: "О, менің баламда жаңа бір инфекцияға қарсы иммунитет қалыптасып жатыр" деп ойлаңыз. Екінші нәрсе, енді бұл балаға сол инфекцияны жеңу үшін қалай көмек көрсетсем болады деген сұрақ қойыңыз. Міндетті түрде сізге дәрігердің көмегі керек болады. Дәрігерге осмотр жасап алыңыз, чтобы кейін асқынулар болмас үшін. Және үшінші жағдай, ол балаңызға жақсы дәрігер айтқан кеңестерді, күтімді егер де жақсы жасайтын болсаңыз, онда сіздер бірлесе отырып инфекцияны жеңіп шығасыздар және жаңа инфекцияға қарсы организмде иммунитет қалыптастырасыздар. Бүгінгі айтатыным осы. Егер де сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Және тағы бір ақпарат айта кеткім келіп отыр. Ол жалпы мынау Европа, Америка елдерінің педиатрия кітаптарында бізде балалар, менің балам ай сайын ауырады деп шошиды ғой. Егер де 6 жасқа дейінгі бала бір жылдың ішінде 6-10 рет аралығында ауыратын болса, жеңіл түрде ауырып өтетін болса, онда ол нормальный болып саналады. Себебі 6 жасқа дейінгі бала өзінің организмінде қоршаған ортадағы түрлі инфекцияларға қарсы иммунитет қалыптасу керек. Ересек кезде ол ауырмас үшін, мектепке барған кезде ол солай часто ауырмас үшін 6 жасқа дейін, часто мына садикке баратын балалар ауырады. Осылай ауру процесі это нормально болып саналады. Егер де бала 6 жасқа дейін онша ауырмаса, возможно, мектеп кезде ауыру мүмкін. Енді біреулер айту мүмкін: "Пәленшенің баласы не садикте ауырмайды, не мектепте ауырмайды. Ал менің балам болса ауыра береді, бұған витаминді беріп жатсаң да, дұрыс тамақтандырып жатсаң да, ауыра береді. Неге?" деп сұрақ қою мүмкін. Барлығы да генге байланысты. Тағы бір өте керемет нәрсе біздің ағзамыздағы.
гендік копирование иммунитетті. Егер де оның әке-шешесінің иммунитеті күшті болса, онда баланың да иммунитеті күшті болады. Беріліп жатқан витаминге, оның дұрыс тамақтанбауына, жылы киінуіне оған қарамайды, уже табиғи организмінде әскерлерді өндіру процесі өте белсенді түрде жүретін иммунитеттер бар. Сондықтан да біреумен салыстырудың керек жоқ. Сіздің балаңыз, ол сіздің геніңіз. Сондықтан да жалпы баланың ауырып жатқан жағдайы кезінде ата-ананың өзінің көңіл күйі өте қатты әсер етеді. Стресске шалдығып, ашуланатын болса, бала үшін ол керісінше ауру жағдайын одан сайын күшейтуі мүмкін. Сондықтан да анасы, папасы всегда сабырлы болып, керісінше ауруды жеңіп шығу жолдарын іздестіру керек. Сау болыңыздар, сіздермен болған мен дәрігер Маратбекқызы. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз. Алдағы уақытта көптеген сіздер үшін пайдалы ақпараттар беретін боламын. Сау болыңыздар.